Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Ақыл KZ. Достар, бүгін біздер үй жағдайында осындай вареньелер жасауды үйренетін боламыз. Сондықтан осы видеоға смело лайк бас, подписация жасап, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ең алдымен бізге осындай любой варенье болады достар. Міне варенье мынау біздің үйде тұрған. Любой варенье болса да болады. Және де қасына қаймақ аласыздар. Любой қаймақ болды. Сөйтесіздер де мына ненің аузын ашасыздар. Бірақ қазір бұл йогурттарды жағы көп салып жіберіп, андай жүректеріңіз айнып жатса, ондай қатты көп салмаңыздар. Өзінің нормасы болады сондай салатын. Ал егер осындай жағы йогурттарды базардан қымбат, сондай теңгелерге алғанша, осындай үйден қалаған уақытында жасап жеу үшін де сіздерге үйрететін боламын осындай йогуртты жасауды. Ал біз кеттік. Ал енді біз ең алдымен мына қаймақты аламыз. Қаймақтан 3 қасық аламыз осылай. Осылай 3 қасықты салып аламыз. Достар, осы жаңағы осы йогуртты көбісіміз жақсы көреміз. Мен інілерім дейін жақсы көреді осыны. Ал енді біздің осылай қаймағымыз дайын болды. Ал енді варенье саламыз. Ол варенье, короче, мынандай болу керек. Бір кішкентай қасықты толтырып саласыздар. Толтырып алып саласыздар, міне. Ал енді саласыздар. Мына қасықты алып тастайық. Ал енді біз бұны араластырамыз. Егер бұлардың дәмі келмей жатса, достар, тағы да аласыздар да, міне ішінен тағы да бір вареньені аласыздар да, қайттан бір тағы да қайталап сосын салып жібересіздер. Енді біз араластырайық до конца. Бұл араластыруды да до конца ұзақ араластыру керек. Ал енді достар, біздің йогуртымыздың түрі мынандай болып шықты. Достар, өте күшті болыпты. Егер осы видео сіздерге ұнаса, смело лайк бас, подписация етіп кетіңіздер. Осындайды енді үйде де жасай беретін боласыздар. Қош сау болыңыздар.